Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Орыстар өлермен деніп, жан таласып, соңғы күш қуатын жұмсап, Украинға тағы да әуеден шабуыл жасады. Херсонға жасалған шабуылдан өлген адамдардың саны көп. Үйлері қирап жатыр. Зеленскийдің жеке твиттерін, жеке телеграмын көрудің өзі бізге қиын соқты. Зеленский жарықтық, еңіреп, жылап отыр. Тағы да бір сөз айтам, қару беріңдер дейді. Бұл жолы Зеленский түйе сұрасаң бие береді дегенді ойласа керек, енді маған алысаралыққа атылатын зымыран керек деп отыр. Ал батыс зымыран түгілі оған сұраған танкісін де берген жоқ. Германия танкі берем деді, Наурыздың аяғында дейді. Наурызыңа әлі міне бір ай бар, оның өз оның аяғында дейді. 2 ай бар деген сөз. Англия танкі берем дейді, ол да тура Германиямен екеуі бір-біріне аузына түкіріп қойғандай, ол да Наурыздың аяғында берем дейді. Наурыздың аяғы болғанға тағы 2 ай бар. Ал Америка танкі берем деді, ол қашан беретініңді белгісіз дейді. Ал енді қараңдар. Қырылып жатқан Украин. Қолында қару жоқ. Енді әңгіме қайда жатыр? Енді әңгіме қайда жатыр? Бірақ батыс басқа қаруын беріп тұр. Ананы беріп тұр, мынаны беріп тұр. Баяғыда енді жоңғар шапқан кезде қазақтың бір досы болып, қазаққа маған қылыш бер, найза бер десе, қолына бір тал ине беріп, жоңғарға ине пісіп өлтір деген сияқты әңгіме да. Анау көктемір жамылып келе жатқан зеңбірегі бар жоңғарға сен инеңді ұстап алып бүйтіп жауға шапқан сияқты. Украинаның қазіргі халі осы. Әуе кеңістігінен әлі қорғанатын жүйе берілген жоқ. Әлі сол сәбеттік жүйемен қорғанып отыр. Сәбеттік жүйемен. Анығында обал. Бұны қазақ не деп айтады? Осы дәл қазіргі Америка, Еуропа, Англия үшеуінің Украинге бағыттаған осы саясатын былай түсінуге болады. Қазақтың бір мақалы бар. Берместің асы піспес, қазаны оттан түспес дейді. Иә, қазаны оттан түспейді, үміттеніп тұрсың, қазан қайнап жатыр. Аш отырсың, иә? Бірақ асы піспейді. Дәл қазіргі Еуропа, Американың Украинге бағытталған соғыс осылай. Иә, бұл жерде соғыстың сұмдық сыры бар. Бұл соғыстан мәлім бір топтар, мәлім бір кландар ақша жасап жатыр. Бұл бір. Қару жарақ компаниялары көп мемлекеттерде жеке меншік. Бұл бір. Қару жарақты экспорттайтын компаниялар көп елдерде жеке меншік. Кейбір елдерде қару жарақты экспорттауға конгресс немесе басқа құрылымдардың рұқсаты керек. Бұл да бизнес. Сіз әрбір конгрессменнің немесе сенаттың қалтасын қампайтып барып, қару жарақ сатуға рұқсат аласыз. Кей мемлекеттерде үкіметтік меншік, мемлекеттік меншік, бірақ оны да үстемтап өкілдері шешеді. Ал үстемтап өкілдерінің пара алуы, ойба, Еуропа, Америкада пара жоқ. Оттаған сөз. Параның 77 әкесінің жолын бұлар ашып қойған. Неге Virgin аралдарының офшорлық есеп шотын ашып, Назарбаев, Тоқаев және оның кландары Virgin аралдарында триллиондаған доллар қазақтың қан терімен келген ақшаны тығады? Неге Бахама Топ аралдарында құпия офшорлық есеп шоттар ашуға рұқсат береді? Ол ақшаларды сен қайдан әкелдің? Адам өлтіріп, бауыр бүйрек сатып әкелдің бе? Сұрамай тығуға болады. Неге аяқ астынан Швейцария дейтін мемлекетті сен мәңгілік соғыс болмайды сенде, соғысқа қатыспайсың, ешкім жеріңді жаулап алмайды деп, бейтарап мәңгілік ел қылып қойып, оның Швейцария банкі дейтін банкын дүниедегі ең қауіпсіз қойма қылып қойды. Бұның бәрінде әңгіме жатыр. Бұл жерде нан пісіріп сататын сізбенен
бидай егіп сататын ана кісі, немесе қой бағып сататын мына кісінің саудасы емес. Бұл жерде бүкіл бір дүние жүзінің ақшасын оңды солды аударып отыратын әлемдік алпауыттардың саудасы жүріп жатыр. Сіз қорадағы қойыңызды бір бас, екі бас деп санағанда, жылқыңызды, сиырыңызды бір тұяқ, екі тұяқ деп санағанда, олар миллиондаған халықты бір бас, екі бас деп санап отырады. Дүние шынында осындай сұмдық. Қалама, ұнатпа сұмдық. Шынында осылай. Бұл адамзат қоғамы, жаратушының барлық ақиқатынан бет бұрып, зұлымдыққа, шайтанилыққа, ақшаның артына кеткені осыдан. Бүкіл зұлымдық, байлықтың шексіз түрде бір кландардың, бір топтардың қолына жиналуынан туындайды. Бір адамның байлығы миллиард адамның байлығынан үстем болған кезде, бір адамның банк есепшотына жиналған ақша миллиардтаған адамдардың бүкіл жылдық табысынан артық болған кезде адамдар өздерін Құдай сезінеді. Содан зұлымдықтың 77 әкесі басталады. Міне, қолдан діндер жасалады, ағымдар жасалады, қолдан соғыстар жасалады. Бір халықтар бейшара боп, миллиондап қырылып жатқан кезде, сол миллиондаған халықтардың қырылып жатқан адамдар, аңырап жылап жатқан жесірлер, аға бауырынан айырылған адамдар, ата-анасынан айырылып шырылдап жатқан сәбилер, солардың көз жасынан көфе ішіп отырып, костюм шалбар киіп, сылқиып отырған бекзадалар, солар халықаралық үлкен конференцияларда адамдық құқық деп айғайлап отырып, миллиондардың көз жасынан миллиардтап ақша жасап отырады. Сіз телевизорда көрген, костюм шалбар киген, сықиып алып сөйлеген, мынау адамзаттың тағдыры деп отырған, анау саясаткерлеріңнің істеп отырған қылығы осы. Сол саясаткердің жеке бастары емес, олардың партиялар бар. Ол жалғыз емес. Партия дегенді құрып қояды. Міне, сосын олардың бір өздерінің амбициялары бар, бір мақсаттары бар. Ол мақсаттарына жету үшін ұлттық мүдде, national interest, мемлекеттік interest, мемлекеттік қызығу, мемлекеттік мүдде дейтін нәрселерді тықпалайды. Міне осы. Зеленскийге қару берілмей, украиндар орыстың тепкісінде әуе кеңістігі қорғансыз отыр. Көз алдарыңыз елестетіңізші, үйіңіздің 4 қабырғасы бар, есігі мықты, есігі тіпті мықты емес Украин үшін алған. Ана есігіндегі сіздің кіреберіске дейін, дәлізге дейін кіріп қойды жау. Үйіңіздің төбесінен тас атып жатыр. Үйіңнен төбең ашық, төбе жоқ. Сіз сондай үйде отырсыз. Образдаңыз, дәл қазіргі Украин, мысалы, бір 3 ауыз, 4 ауыз үй бар дейікші, мысалы, 4 ауыз үй бар десек, ана 2 ауыз үйін, ана жау кеп жаулап алды. Ана қалған 2 ауыз ішкі бөлмеде, жатын бөлмесінде есігін тығып ап, ана украиндар дірілдеп отыр. Үйдің төбесі жоқ, төбесі алынып тасталған. Әуе қорғанысы жоқ.